Заңгер болып көрдім, жанында нотариусқа. Сол жақта жұмыс істеп жатырмын. Сол мамаға да папаға да кішкене көмек болсын деп. Енді қаншама нәрсе әперіп жатыр, соған жездем ештеңе демедім. Жоқ. Енді өзіңде жұмыста емес. Жоқ, Алмасты білесіз, ондай жоқ. Қазір өзі де жақсы ақша тауып жүр. Енді сол Алмастың арқасы ғой, осы той дүркіретіп тұрып өткізген, кәдімгідей көтерді. Саған да рахмет, келіп көмектесіп жатқаныңа. Сен болмаса мына тірліктің бәрін қашан аяқтап үлгереміз дейші. Рахмет саған. Негізі жездем деген сондай күшті кісі ғой. Сенің көңіл табышын бәрін жасап жүреді. Сендерге қараймын да қызығам. Енді жақсы адамды кездестіріп қолынан салсаң, сенде де сондай болады. Сол жақсы адам кездестіріп. Саған рахмет, келіп көмектесіп жатқаныңа, төркін келіп өзінде бір жақсы болып қалдың ғой. Сол саған көмектесіп деп келдім. Жарайды, Шынар, сағат деген бір болып кетті, мен онда үйге қайтайын. Жұмыс кеш болды ғой, ертең қайтасың. Ой, жоқ, сағат бір болып кетті, ертең ерте тұру керек, жұмыс дегендей тіршілік жасау керек. Алмасқа азаматқа дейін ба барып тастайды? Ой, жоға, жаңа ғана Яндекс такси шақырып қойым, қазір кетіп қалады. Олар да шаршаған шығар. Давай. Абайлап жүр. Абайлап жүрмін ғой. Ал енді тойымыз жақсы өтті, Жақсы өтті. Азамат былай істейді, сен бізден қарағанда бай тұрасың ғой, ата-анамыз сенің үйіңе апарайық. Қымбат коттедждерде тұрсын, машиналарға да мінсін. Жоқ, Алмас ол дұрыс қой, бірақ Ол қыз ғой, өз квартирада тұрады, екі ұлы тұрып, қыздың үйіне кетіп қалмай шығайын. жоқ, Алмас, мен үйдің үлкенімін. Атама деген кенжесінің қолында тұру керек емес пе? Біз болсақ кейіннен кейін арасында келіп тұрамыз. Болыпты, қалар көре жатамыз. Таң атсын, сосын шешеміз әңгіме.
біздің үйде тұрады. Қайда біздің басқа үйлерге барып тұрсың? Сосын алып. Ой, болды, көреміз, сосын қойыңдаршы, болды, ұйықтайық. Тамақсың. Жаңа ғана ұйықтаған еді. Уже тамақ кеткен ба? Мама, папа, ұйықтаватсыңдар ма? Маржан, Коля. Маржан, не болды? Мужчина, а вы на меня так не кидайтесь, а? Сонда мужчиналар. Оны айтып тұрмайсыңдар ма? Жазды лақтырыңыз. Кет. Ата қалай айтпақшы, ата мен өлең жаттадым. Сізге айтамын, айтайын. Кешегі той қалып өтті, сіздерге ұнады ма? Апа, кеше тойда жынды биледі, әсіресе көкелер мен папалар жошқа биледі, әнәңді өздері келеді. Ой, менің папам Hayırlı gün, kallarınız kalay. Қалайсыздар? Амансыздар, қалдарыңыз қалай? Жаныңыз осы кісі ғой, мен айтып сіздің алыс туысыңыз. Ата, қалыңыз қалай, амансыз ба? Жағдайыңыз қалай? Қолыңыздан алып қойайын. Ассалаумағалейкум, қалайсыз? Амансыздар? Жағдайларыңыз қалай, жақсы ма? Мына Жанар апай біз Арман ағайдың жұбайы. Кеше осы сіздерді іздеп келе алмай қалып тойға. Сәлпәр кешігіңіз. Енді ренжімейсіздер, енді ертең сыйлығымызды ертең косметологқа жібереміз, енді бүгін үлгере алмай қалдық. Келіңіз, Жанар Аманжоловна, отырыңыз. Келіңіз мына жерге. Мына жерге отыра қойыңыз. Ой, мына жаққа отыра беріңізші. Мына жерге отыра беріңіз. Келіңіз, сізге таныстырып өтейін. Енді мынау бізде атамыз бен апамыздан тараған ұрпақтарымыз ғой, бауырларымыз ілгері жүрмеді бізде.
үлкені азамат деген. Осы жігіт үлкені. Бұның әйелі, жұбайы, балалар екен. Осы қыз келгеннің қызы, келін бала. Ол балалары кім? Диас, сосын Айзеремен екен. Одан екінші бізде кенже ұлдың екіншісі ғой кім? Алмас танисыз ғой? Алмас танисыз? Иә. Одан енді Шынар жұбайы. Астананың қызы ғой, келін бала біздің. Оның қызы кім? Ажар. Сен отыра тұр бұл онысың. Кім? Ажар. Одан кейін Мағжан деген екі ұл ғой, бір ұл бір қыз ғой. Одан кейін бізде Оңасын, осы әулеттің қызы. Келіншегі ғой, кішкентай кезінде оны білесіз бе? Иә. Одан күйеуі, күйеуі мына жігіт. Кеше той осы кісінікі болды әйтеуір. Молодец, ризамын айтамын. Тойдың бәрін бір өзі көтерді әйтеуір. Рахмет. Және мынау Оңасының балалары қол көтеріп қойды көрсетті. Ай бәрекелді, мінекей 5 баласы бар. Өсіп өнген әулет құтты болсын тойларыңыз. Енді осыны тойға арнайы келіп, құттықтап келе алмады, айыпқа бұйырмаңыздар. Сол. Енді біз кедергі жасамадық па сіздерге? Жарайды. Ya Kuzey oldasın, şamanlık olmasın, kızıl olmasın, üçüncü tavaran büyük olsakasın, usta olsasın, kırıkı olsun. Tanışın zaman olsun, Osman'a sana zaman olsun, amin. Рахмет. Ата енді біз асығып отыр едім, жүре берейін, жұмыстарым бар еді. Жақсы сау болыңдар енді, жақсы. Көресі, сіз мәдениет үйіне барасыз ба? Шындан мына жерден көте берсеңіз болады, мәдениет үйіне төте жолмен барамыз. Мынау кеше айтып еді, осы ағамды бір көріп құттықтап қайтайыншы деп. Соған жаңа көріп қалдым да жолдан кездесіп алып келіп отырғаным ғой. Бұл кісіні біздің ауылда мәдениет үйінде Обырайын оқу орталығы бар. Сол жерде ауылдың барлық балалары тегін үйірмеге қатысып, осы кісі соған жаңа себепкер болып жатыр ғой. Мен домбырадан сабақ беремін дегендей ғой сол жерде. Сол сіздің негізі туыстарыңыз екен. Алыс туысың, өзің танып тұрсың ғой. Танып тұрмын жаңашыңыз. Рахмет. Жақсы ендеше. Мен жүрейін. Сәкен аға үй жағына баруым керек. Аман-есен отыра беріңіздер. Тойларыңыз күшті өтті бар. Кешегі. Ой, апамның биі деген адам. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Айттың ке. Той деп ұмыт кетіппін ғой. Алдында жұмысқа кірдім, пап. Алдында ыдыс жуып жүредім ғой. Енді қазір посуда жуып жүр. Ой, шатасып кетіппін ғой. Ona посуда емес, қол жуып жүр. Енді ертең сіздерді қыдыртамын, Көктөбеге барамыз. Қалаған заттарымды алып беремін. Сіздер мені бұрында бақтыңыздар, енді мен сіздердің кезегіммен сіздерді бағам. Ой, жаным, рахмет. Біз алғасын келдіңіз, үйде отырайық. Жоқ, ертең қыдыртамыз. Бала-шағаларының қызығын көріңдер, солармен. Аумин, айтқаныңыз келсін. Рахмет, жұмысқа тұрғаныңыз өзі жақсы бізге. Аумин. Жарайды ондай болса, қатымен жұмысқа кешігем, кете берейін. Коля, ата жемнің айтқанын тыңда. Иә, жарайды. Ата, мен алдына сіз өлең жаттасақ сыйлық берем деп едіңіз ғой, сол өлеңді айтсақ бола ма? Берем, айтыңдар балам. Ата, мен де айтайыншы, мен жаттадым. Ата, мен де айтайыншы. Ал бала-шаға шылмай, кезеп. Саят Қамшыгер, сен ойласаң. Сен ауылдың бар қызынан әдемең. Сұлулықтың көп кішкене дәмелең. Ашылмаған, аралыйдың сен маған. Тіршіліктің тылсым жұппақ әлемең. Тал шыбының, жас қадалған өскінен. Ысып, суып, бөлекшеге кештім мен. Ғашықтықтан бір ауыз сөз айта алмай, жүрегімде талай өшті. Сен еркелеп, айтатығын кездер ай, үнсіз ғана жымиятын көзден ай. Түні бойы бір өзіңді армандап, таң атқанда көз ілетін кездер ай. Жырларым бар, жүрегіммен үндескен, шығармаймын ғашық болған күндестен. Естімей ғып әке-шеше сөздерін, сенің тәтті елесіңмен тілдескен. Көңілімнен ғайып болсам құлармын, ақ жанымның тұнығына құмармын. Сен өмірде тек мен ғана осылай, есім кетіп сағынатын шығармын. Бала кез ай,
тұмар құлар сезімді. Сен ойласам ет жүрегім езілді. Түн күні бойы іздеп жүрмін аңсаумен, сол кездегі саған ғашық өзімді. Ашта бақтыгейім бар, бұрым. Ашуланып қайттың неге еркегіл, мектебіңе кетіп едің ерте бір. Тордаңдайсың ата жауын сияқты, бантегіңді шешіп кеткен тенте бұл. Бұрым бұлақ, таудан аққан, құлатқан. Бұрым арман, қол жетпеген ұнатқан. Момақан боп жүрген бүгін әкеңде, талай қызды шаштан тартып жылатқан. Ашуланба, ол бір ойын талайға. Адамдардан әр баққа тарайды. Ақылды бол, сол бұрымның бір талы тентектерді құрықтауға жарайды. Алланың өзі де рас, Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз еш уақытта жалған болмас. Алладан көп кітап келді, оның төрді Алланы танудыға сөз айтылмас. Амандул оқынбаған кісі бар ма? Уәтту бихи дегенмен ісі бар ма? Алла өзгермес, адамзат күні өзгерер. Жарлық берді олсыз деді сөзі қарған. Замана, шаруа мінез күні өзгерді. Оларға кез-кезімен нәби келді. Қағида шариғатты өзгертсе де, тағриф Алла еш жерде өзгермеді. Абай Құнанбаев. Өлсе өлер табиғат, адам емес. Өлсе өлер табиғат, адам емес. Ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менімен менікінің айырылғанын өлді деп ат қойып дөңкей бермес. Көп адам дүниеге бой алдырған. Бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма ойландаршы. Өлмейді ғын артынан сөз қалдырған. Кім жүрер тіршілікке көңіл бөлмей. Бақи қылмас фәнидің мінін көрмей. Мені қаде келіп замасын, терең ойдың телміріп соңына ермей. Абай Құнанбайұлы. Әшімбаз болма әрнеге. Әшімбаз болма әрнеге. Өнерпаз болсан арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге. Кетігін тапта бақылан. Қайрат пен ақыл жолда бар. Қашқанға да қуғанға. Әділет шапқат кімде бар? Сол жарасар туғанға. Бастапқы екеуі соңғысыз. Біте қалса қазаққа. Алдың жан, артың мұт. Барар едің қай жаққа. Әже, еркелейін сізге, қыз көктем жас көзде, жүр жанымызда. Ата, еркелейін сізге, жақсы көрем сізді, жүр жанымызда. Абай Құнанбайұлы қыз, ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік аяз бен қар, кәрі құдан қыз келіп әлек салды. Абай Құнанбайұлы сенбей жұртқа тұрса да қанша мақтап. Сенбей жұртқа тұрса да қанша мақтап. Әулетеді ішіне қулық сақтап. Өзіне сен өзіңді алып шығар, еңбегімен ақылын екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, құмарбаз боп мақтанды қуып кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қоса алдасып, сапылдап сағым қуған бойына еппе. Қайғы келсе қансұтын құлай берме. Қызық келсе қызықпа, оңғаққа ерме. Жүрегіңе сүңгіде түбін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Мұқағали Мақатаев жазылар естеліктермен туралы. Жазылар естеліктермен туралы. Біреулер жаңа тетер өрі тылғалы.
біреулері тұлпар еді дерде мүмкін, бүтін демей кеткен бір ер тұрманы. Аңыз қып айтар мүмкін қылығымды. Қылығымды ұнатқан жылынуды, жақсы көргендер мүмкін жылынуды. Әйтеуір қазбас, ол ақшылығымды. Жоқ жанды қиған емес жаманғауға, сол үшін рахмет адамдарға. Білемін, әйтеуір бір заманларда жүреді жыр жасап жаман қарға. Жазылар, естеліктер нешелеген көреміз. Оның бәрін пешенеден. Әйтеуір білетінім бір-ақ нәрсе, көшеделең немесе өшеделең. Таулары, таудан қызыл түлкісіден, момыңдар, біздің үйдің кірпішіден. Мәңгілікке өзімен ола кеткен менің нәзік жанымды кім түсінер? Ата деймін да, әр балаң шетінен өнерлі екен. Не деген керемет деймін да, таң тамаша болып отыр. Ата, апа, барлығыңыз жүріңіздерші, далаға шығып ойнайықшы. Іш пысып кет дейді, жүріңіздерші. Ата, орныңыздан тұрмас бұрын бата беріп жүріңіз. Тоқтаңдар, балам, мен өсиет айтайын сендерге. Біреудің ала жібін аттамаңдар, үлкен кішінің барлығын сыйлаңдар, үлкенді үлкен, кішіні кішіней болыңдар. Шырақтарын, ата-аналарыңды сыйлаңдар. Әр уақытта жақсылық, қуаныш, мейірімге батыңдар, амин. Жүріңіздер, ойнайық. Кеттік ойнаймыз. Ата, кеттік ойнаймыз. Бұзық болмаңдар. Мен бір компания жалындым. Косметика аңдайында сатады. Мен оған 3 теңге салдым. Енді артыма адамдар жинап жүрмін. Басында 50 теңге салсындар, сіз көтеріп алып. Сен жазайын ба? Ой, жоқ, қазір маған ондайларды айтпа. Мен қазір ақшам басқа жерге кетіп жатыр. Кейін айтасың да, басқа жыламайшы. Біздің өмімізде не отқан білесің ба? Не болады? Мен бар отқаным, қалада квартирада отырып сосын орыстар келеді деп ол жүрді қазір. Үйсіз. Ана туған күнің ба? Қалада отырып. Иә, оны естігенмін. Солар келеді, бүкіл пәтерлер, продукты қымбаттап кетті ғой. Сонда бізде қонақжай халық деп шекарадан өткізе беруіміз керек қой, вообще не понимаю. Ата мен енемді бар ғой, тез қарттар үйіне жіберейін. Сосын осы жерде кетіп қалғым келеді бар ғой, Қазақстаннан кетіп қалғым келеді. Айтамын ғой, конечно. Барадым. Балалардың үйіне істесін. Кстати, балалар демекші, мен мәңгі жылдамды. Айына 200 миллион төлейміз. Бірақ күшті қарайды, балалар жақсы көреді. Жүрек, Қазақстанды қой, няняны қой, енең не болды айтсайшы соны. Енем бар. Алдында жүрдім, қарттар үйіне барып айтсам ба? Наконец-то бастадым. Мә, құттықтаймын, қашанға барып үлгергенсің? 20 келдім. Күйеуімді әрең көрдім. Мен шыдамай қалдым. Мен де сол тез апарып Қазақстанға кетіп қалғым келеді. Дубайға барамыз скоро. Дубайға барамыз. Сосын алмасын бүйтіп миын аштым. Миланға барамын. Сосын шопингке барғым келіп жүр, шопингке бармасам болмайды. Атам оны сан есешін жаламсам еді. Өзім үшін отбасым үшін апартаста керек емес, жастары келді ғой. Потом сен ағасты басқаруың керек. Мен мысалы өз күйімді өзім басқарамын, айтпасам айтпасам жүре береді. Ой, Шнарочка, кетейін мен, жаңа маникюр жазып кеткем. Енді сосын келіп бір жүреді. Тойды тойлатып кеттік қой.
жұмыста қарбаласып кетті. Шынар, Ау, шай қой, шай іше. қазір. Қазір тұра тұршы. Отыршы. Алмас, тұра тұршы. Сен сылтауларымен бар ғой, 2 жыл болатын болды. Қашан апарасың қарттар үйіне? С меня хватит уже. Қашан апарасың, апаратын ойын бар ма өзі? Не? Не деймін? Ай, сенің сылтауларымен осы 2 жыл өтетін болды. Апарып тастайды. Сен уже бар ғой, дауа жоқ осы саған біле ғой. Сенің сылтауларымен 2 жыл болатын болды. Қашан апарасың дейді? Не демейсің? Алмас, не демейсің? Не деймін? Аузын жапшы, отыршы. Сен біздің екеуміз Дубайға баратынымызды ұмытып қалдың ба? Екеуміз барайын деп жатыр едік қой. Біз балалар сабақта, біз жұмыста болсақ, оларға қарайтын ешкім болмайды. Как ты это не понимаешь, блин? Алмас. Тамақ жейсің ба? Қазір. Жаным, тамақ жейсің. Сен ақылдысың, мені жақсы көресің, иә? Бүгін кешке атамен қарттар үйіне апарып тастайсың, иә? Апарып тастайсың. Өйткені енді жүре берем ба, мен ұшқыр бұлардың барлығы барып келді ғой. Мен ғана әлі жүрмін. Маған суреттер жіберіп, мақтады ал мен қашан барам? Мен шашып келдім. Ой, Дубайға. Аузын жапшы. Тамағын жеш, аузын жапшы. Енді алсай мені. Таң атпастан тұрады егерді. Шынар шай құй, Шынар бей, Шынар сүй. Шаршадым мен бұдан уже. Қашан барамыз біз? 2 жыл, 3 жыл болды уже скоро. Жаңа жыл 3 жыл болды. Барасың ғой? Иә? Барасың ба тұра? Ой, иә, барамыз. Барамыз ба? Барамыз. Қашан барамыз? Біз Дубайда болса, олардың арттарынан жүргізіп келмейді. Қашан барасың? Сен есіңнен шығып кеттің ба, Дубай? Есіңнен шығып кеттің ба? Жоқ. Енді? Иә, білем. Бірақ олар менің ата-анам ғой. Қалай қарттар үйіне апарып сен қызықсың? Қалай апарып тастайын? Сен мен мәңгі тұратын мен ба, олар ма? Таңда иә, емес, заттар. Отыр, барамыз. Барамыз ба, иә? Барамыз. Қашан апарасың? Бүгін кешке апарып тасташы, апарасың. Иә. Тамақты ішесің. Ой, шай ішсе енді. Өзің жеш шайын ішпеймін. Тыңдамайды, уже 2-3 жыл болды уже, 3 жыл болады уже скоро. Қашан апарасың енді? Мен тағы біздің Шынар шай қой, Шынар бит, Шынар жейді. Мен қашан барам? Дубайға қашан барам? Мен келген Дубайға. Мен алдында айттым, мен барайық дедім. Тағы, иә, есімде. Тағы барамыз. Ой, келеттерді айтпаңыздар ғой. Бағана турецкий сериал көретін, әлі есімде. Айтпаңыздар ғой келеттерді. Жетпейсің ба? Біз сендердің сөздердің бәрін естіп жүрміз, түсінеміз де, білеміз де. Біз сендерді асыраған, өсірдік. Біз сендерге ешқандай өкпеміз де жоқ, кінә қоймаймыз. Біз шалымыз екеуміз қарттар үйіне баруға келістік, кете береміз. Рахмет сендерге.
срочно Даянаға звондау керек. Наконец-то! You shot me so damn, yeah, bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn, yeah, bum bum. I see the satisfaction in your eyes, bum bum. I loved you and I trusted you so well, so well. Что это? Не сұмдық мынау? Не істегенсіздер осы сырттан үйде балалар келсе неге шаша бересіңдер? Айтыңдар киімді жинаңдар, қол жинаңдар. Ей, ана сумка менікі ғой, не істеп жүрсен де. Жинание не маған қарап тұрсыздар, ей! Бұл жина! Ей! Мынаның ішінде ақша бар еді ғой, қайдан неге аласыңдар, а? Біз алмадық. Енді кім алды? Енді кім алды, айтыңдар бұл? Біз алмадық, тәте. Мен көріп тұрмын ғой, Шынар тәте. Не қарап тұрсыңдар, мен кезіме жинаңдар, бұл тізімде жүрді. Ойбай, ужас. Мама, Бол тағындар. Нала ғой, ұрлықшылар. Мен сөмкемнен ақшам зорлап кетіпті. мама, мен алып едім ғой, қарным ашып еді, дүкеннен келдім. Ой, балам, айтпадың ба маған керек деп? Береден ғой, ой, жойымсың. Айбай, ойбай, көмектесің, айбай. Айбай, как қойым, ой. Көмектесің, айбай. Айтты ғой, Шынар тәте, біз алмадық деп. Апам мен ата келсін, сосын сізді айтып беремін. Ай, ақымақтар. Енді ата-апаларыңды көп көрмейсіңдер. Оларды жақсы жерге алып кетті. Біздің үйге келе бергенше. Сол қарттар үйіне барып тұрмын. Қарттар үйіне барып тұрмын. Ата мен ата бізбен тұрмай ма не? Не болып кеттің өмір? Өмір! Мама, сен не істедің? Нағыз ғой деді. Құрмет қайда? Сіз қайда? Біз саған солай тәрбие бердік па не? Құрметте ата-ананы. Жоқ, тоқтаңыздар. Сіздер неге біздің ата мен апамызды қарттар үйіне апарып тастадыңыздар? Осы мен маған не айтасыңдар? Неге мені кінәлай бересіңдер, ей? Өздері ғой барамыз деген жақсы достар табамыз деді, құрдастар табамыз деді. Мен не күнәм бар оған, өздері ғой барамыз дейді. Бәрі сіздің кінәңіз, Шынар тәте. Олар өз еркілерімен кеткен жоқ. Ой, мыналар неге мені кінәлай береді? Ақша айтшы мыналарға. Мені кінәлай береді, түсінбей жатыр, мені айтшы. Мама, кейін сіздер де қартаясыздар. Сол кезде мен де сіздерді қарттар үйіне апарып тастаймын. Сен әзілдеп тұрсың ба? Мама, ата мен апам неге қарттар үйіне апарып тастадың? Олардың не жақсылығы бар еді? Олар қаншама сәттерде қайғы болсын, қуаныш болсын, бізді демеп, ақылдарын айтып, арқа сүйер сүйенішіміз болып, жаңылысқан кезімізде бізге дұрыс бағыт көрсетіп отырды. Олар барда біздің үйде нағыз қазына бар еді. Ал қазір біз сол қазынамызды жоғалтып алғандаймыз. Білесіңдер ме? Біз атамыз бен әжемізді құрметтеуіміз керек. Оларды жақсы көріп, аялап қадірін білуіміз қажет. Тапсырған істерін бұлжытпай орындап, ренжітпей, айтқандарын істей. Себебі қарт жүрген жер береке, қарттың сөзі бекер кетпейді дейді. Сондағы біздің берекеміз қарттарымыз емес пе? Атам мен әжемді қартайған шағында неге қарттар үйіне өткізіп жіберді? Мам, атам мен әжем бізді жандарынан артық жақсы көретін еді ғой. Сендерді аяққа тұрғызған да солар емес пе? Сондағы рахметтер болсы ма? Сендер бақыттың не екенін білмейсіңдер. Бақыт деген не өзі? Бақыт деген не өзі?
деп бастады топталасты. Бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан әрі асты. Бір айтады, бақыт деген барлық байлық емес пе? Керегінше кие берсең, бақыттысың емес пе? Бір айтады, жоқ, бақыт деген қолың жетпес мансап қой. Жұрттан гөрі жүрсе керек, соның өзі жақсат қой. Бір айтады, бақыт деген жүйрік мініп той тойлау. Ісің болмай күйбеңменен қары тойса қар тойнау. Бір айтады, бақыт деген адал жар мен перзент қой. Ынтымаққа арыз келген, ол да соған ермек қой. Пікірлердің таласына осылай мен жолықтым. Бақыт адам баласына келмес олай. Сонықты беспеймін мен баладан да, байлықтан да, жардан да. Мансап жетпес бар адамға үлестіріп алғанды. Үміт үзбей, іздейді олар, тыңдап сол бір жақыпты. Оны алыстан іздемей, жүректен да бақытты. Бақыт деген денсаулық, өміріңе жараған. Бақыт деген аталан, жаны ашып қараған. Бақыт деген жан-жарым, сонымен ұрпақ тараған. Бақыт деген бала ғой, сенен сыйлық сұраған. Бақыт деген өз ел, сонда жатып тұра алған. Келіні жақсы үйдің кереген салтын деп айтушы еді атам. Ол кісі сізді алтын келінім деп мақтап отыратын. Сізді де, әкемді де, барлығымызды жандарынан қатты жақсы көретін. Ал сіздер ол кісілердің көңілін қатты қалдырдыңыздар. Сізге? Мама, олай ақталмай ақ қойшы. Білеміз, сен бұның бәрін осы пайдаланғаны үшін жасадың. Мен бұл сендердің болашақтарың үшін ғана жатыр. Сендер үшін ғана. Түсінбейсіңдер ма мен аға? Қандай болашақ? Сен бұның бәрін тек өзіңнің ғана пайдаң үшін істедің. Білесің бе, мам? Өмір алма кезек дейді. Апа мен атама жасағанның бәрі алдына қайтып келеді. Қойыңдаршы сендер. Үлкендердің ісіне неге араласыңдар? Мен түсінбей тұрғандар, түсінбейді. Шынар, Ой, сіңлім, келгенді айтқан жоқсың ғой, не болды? жақындамашы маған. Шынар, сен не бүлдірдің? Мен не бүлдім? Сенің ата-енеңді қарттар үйіне жібергенің туралы ешкім білмей қалады деп ойладың ба? Сен өзің не істегеніңді білесің ба қазір? Бұны деген қазір бүткіл туған туыс айтып жүрген сен білесің ба өзі? Не болды мынау? Айтшы маған өзің, не болды мынау? Бұны менің бастығым естіп маған талай сөкіс айтты, менің жақсы заңгер екендігіме күмән келтірді. Жарайды, бұны қойшы сен. Сен осылай жасардың алдында біздің ата-анамызды ойладың ба? Оларға қандай сөз тиетінін ойладың ба? Сен деген бізді бүкіл әулеттің алдында қара бет қылдың ғой. Сенің маған көрсетіп отырған үлгің осы ма? Сен деген мен жұмысыма келіпсің, түрлі әңгіме айтыпсың. Менің әріптесіме келіпсің де барлығын жайып салыпсың, сол дұрыс па енді? Ол оны алғанда басқаларға дұрыс емес қып жеткізген. Бірақ шынай, сенің ата-енең ойды саған баяғы дауды айтпаған екен. Сонда сенің қамыңды жеп жүрген ата-енеңе айтқан алғысың осы болып тұр ма? Сен маған не үйретіп жатырсың қазір? Мен бұлай болады деп ойлаған жоқпын. Сен осы тірлігімен саған мама папаға абыройларынан осылай келеді деп те ойлаған жоқпын. Кешірші, өтініш, кешірші. Кешірімді менен емес,
Сен өз балаларынан, өз қызынан кем көрмеген ата-енеңнен сұрашына. Білмеймін, не істейсің, не қыласың. Бүгін ата-енең қалай болса да өз үйлеріне, өз қара шаңырақтарына оралатын болсын, мен саған басқа айтамын. Қолда барды алдыңғы қадірі жоқ екен. Осы ертерек түсінген балалар менен ақылдырақ екен-ау. Кешіріңдерші, өтініш, кешіріңдерші. Мен қателестім. Ата мен апаны бүгін алып қарттар үйіне сәл шыдаңдаршы, өтініш. Кетпеңдер. Мына өмір не болып кетті, а? Бауырларымнан алыстап кетті. Ата-ананың үмітін ақтамадым ғой. Оларды қойыңызшы. Балаларыма бірден сенім қалмады ғой. Қандай әкем мен? Менің үніммен құлақтыр елім, бәрі де сынақ білемін. Өмір жайында ойлағансам, ессіз адамдай жылап күлемін. Кетер әкеңде, анаңда кетер, кеткенше саған алаңда өтер. Тірі кезінде құрметте бәрін, өкпелегенше заманға бекер. Сынаулар өмір, өтіңде күшін, баядан мықты секілді ел үшін. Жер бетін ешкім жаулай алмайды, жер жаулап алар бетіндесін. Қалар артында жаңғырып елес, әрбір адамның тағдыры белес. Бәріне мәңгі өмір тілерін, өмірде бәрі мәңгілік емес. Бәріне мәңгі өмір тілерін, өмірде бәрі мәңгілік емес. Азамат, сен кім боласың? Ал мен полицейский болам, сіздерді қорғап жүрем. Мен де азамат секілді болғым келеді. Жандарым сол. Ал болмасын жарым, сен кім боласың? Мен өздерде дәрігер болғым келеді. Адамдарға укол салам, олар жылайды. Бірақ жыласа жылай берсін. Бастысы емделіп шығады. Ал сіздер ауырғанда сіздерді де емдейтін болам. Жандарым сол. Әрине боласыңдар. Отақандарым менің. Анашым, мен сізді қатты жақсы көремін. Мен сізді одан да қатты жақсы көремін. Мен сізді бәрінен де қатты жақсы көремін. Құлындарым менің. Мен де сендерді жанымнан артық жақсы көремін ғой. Орындалған армандарымды көруді нәсіп еткен. Ал енді отағандар жатып ұйықтаңдар.
миыңызды қысқапты ғой. Көңіл миыңызды қысқапты ғой деймін. Қарныңыз аш қалмады ма? Ішіңіз пысып қалмады ма? Ата мезгілде бір өлең айтып берсем қалай қарайсыз? Айна, түскі ішетін уақыт болды. Ата-бабаларда бір айтсын. Қазір мен атама бір өлең айтып бере салайын, иә? Асыл әжем, ғасыр әжем, аңсаған сағынышым, сары ормандай самсаған, әке болып жүргенімді ұмытып, әлі күнге еркелеймін мен саған. Әке болып жүргенімді ұмытып, әлі күнге еркелеймін мен саған. Тағы өлең айтып берейін бе? Сен үшін күн алаңдар, түн алаңдар, бәріңдің жан аяулы бір анам бар. Берсең тобақтамасаң ана сүтін, жер басып жүрмей-ақ қой ей адамдар. Анамның ақ жаулығы әппақ-әппақ, айналдым пейіліңнен қардан әппақ. Анашым ақ батаңның арқасында, басымда тұрады әркез бақ қонақтар. Мынау кімдікі болды екен? Хат дейді ғой. Оқып көрсем қалай болады екен? Балаларым, жағдайларың қалай? Немерелер қалай? Жұмыстарына барып кеп жүрген шығарсыздар. Мен бұл хатты сендерді сағынғандықтан жазып отырмын. Менің өздеріңе деген махаббатымның шексіз екенін білесің. Мен сендердің барлығыңды жанымнан артық жақсы көремін. Мен ана болғандықтан сендердің кез келген қателіктерін кешіре аламын. Жоқ, мен сендерге ренжігенім жоқ, бірақ сонда да сендерге бір айтарым бар. Егер әкең екеуміз сендерге бір әңгімені қайта айта берсек, бізге ренжімеңдер. Кеше айтып едің ғой, оны маған не қайталап отырсың деп. Өтінемін, құлақ түріп тыңдайсың. Алдында бір ертегін қайта сұрайтынсыңдар. Сендер еркеліктеріңе қарап тұрып, ертегін айту соңындай ғажап сезім. Тіпті қанша рет айтқаныңызды да ұмытып қалатынсыз. Есіңде шығар балам, мектептен жаурап келген кезіңде анашым деп жүгіріп келедіңсің. Жоқта балам, қанша қартайсам да сол ісіңді ұмытпайсың. Естеріңде ме? Сендер менің пісірген бәлішімді жеп алып анашым қолыңыз ондай алды деп айта беретісіңдер. Тіпті оны сөмкелеріңе салып алып далаға аттырып жетесіңдер. Күзгі балшы оңасында төнімен отырып тыңдайтын едік қой. Көлемін жақталасып тұрып бірге жасағанымыз әлі есімде. Менің осы уақытқа дейін жасаған бар жылуымды ұмытқандарына өкінемін. Сендерге бар қамқорлықтыңды бердім. Біреуіңнің болсын кең қабырғалы үйлеріңе сыймағаны өкінемін. Сендердің ешқайсыларына масыл болмай-ақ қояйын.
жоқ деуге бас көз болыңдар. Немерелер ұрыспаңдар. Өздерің жамандықтан аулақ болыңдар. Сендердің бір Аллаға тапсырдым. Аман болып жана. Сағынышпен бағалайық. Қазіргі заман не болып барады? Ата-ененің қадірін түсінбейтіндер қаншама. Сонда өз ата-анасын қарттар үйіне өткізіп бақытты болғаны ма? Қандай ана өз баласының бақытты болғанын қаламайды? Сен өсіріп бар қамқорлығын төккен, алғашқы тай басып үйреткен, әрбір қадамыңды өсімен үйреткен анаң емес пе? Сол анаңды тірі кезінде қамқор болуға болмас пе еді? Сен өз қатарластарыңнан кем болмасыңнан қанша жақсылық ұштап еді ғой. Сен соның бәрін ұмыттың ба? Балалар үйіне әкеліп мәзсіңдер. Сондай санатсыз жеркенішті болғандарға қынжылайыңды отырып. Сен анаңды сыйламасаң, оған қамқор болмасаң, өзге біреу ол кісіге жылулық сыйлайды деп ойлама. Ата-ананың разылығын алмай, Алланың разылығын алам деп жүрсіңдер-ау. Қателесесіңдер. Қайда кетті? Олар сізден бұрын Американы отбасы асырап алып кеткен. Америка? Қайдағы Америка? Қашан алып кетті? Қайдағы Америка? Жаңа 15 минут бұрын алып кеткен. 15 минут? Ілгер рахмет, сау болыңыз. Жүгір. Ата-ененің қадірін түсінбеген қандай екен? Самолетің өлгерге түсті. Той, қай жерге келіп едің? Ұмытып та қалдың ғой. Қойш, басынан бастай салайыншы. Ана, мен сені Меккеге апарамын. Ана. Ата мен апа бар кезде үйде қандай қазына бар еді. Ал қазір үй қаңырап бос қалды. Әсіресе пенсия алған күнін айтсаңшы. Мәселе ода емес, ол кісілердің орны ерекше ғой. Біз күнде еңгезе татын. Біз жақында қарттар үйіне барамыз. Сен де шуламай жүріңдер деп. Ата мен апа келмейді ма? Сонда мені мектепке кім апарады? Өткенде атаға қатты сөздер айтып, ренжітіп қойып едім. Енді мені кешірмейтін де шығар. Сонда не деп айттың ата мен апаға? Бір адам қайтыс болса, немесе ас берсе, шақырылмаған жерге барам деп қоймайды. Неге бара бересің ата? Ол кісілер сізді шақырмады ғой десем, атам тұрып, бабам, мәселе келген-келмегенде емес, сыйластықта, татулықта. Ал қиын қыстау кезеңде жақынымыздың жанынан табылмасақ, несіне туыспыз деген еді. Мен де, өй ата қош, сосын істеп, тұра тұрыңызшы. Одан қалса, сіздің мынасыңыз дұрыс емес деп ақыл айтып қоямын өзімде. Бірақ шындап келсек, біз ешкім емес екенбіз ғой.
Онан қадірі жоқ деген осы екен ғой. Ей, тоқтаңдаршы. Оданша ата әжемізді қайтып үйге әкелеміз, соны ақылда сияқты. Ешқандай енді үйге келмейді. Ерте туылғанда ата әжем неге деп жіппен қыдыртып отырушы еді. Мама, ата мен апа қайда? Ата мен апа қайда? Ата мен апа қайда? Қайда ата мен апа? Қасында көрмейді ғой. Үлгермей қалдым. Мен самолетқа үлгермей қалдым. Ой, Шынар тәте, әлі Дубай деп жүрсіз ба? Қандай самолет? Сіз Дубай деп жүргенде ана жерде Қайдағы Дубай? Ата мен апаларымды Америкадағы бір кісілер алып кетіпті. Сонда ата мен апа енді американский бола ма? Жоқ. Ойыңдамаңдар. Мен міндетті түрде алып келемін. Ойыңдамаңдаршы. Ойыңдамаңдар. Шынар тәте. Тәте, не осындайсыз ғой? Мен не істеп қойдым? Дұрыс. Ата мен апаны айырбастауға болмайды екен. Мен соны түсінбеппін. Ұғынба. Мен қатты қателестім. Ата мен сыйлауым керек еді. Қадірін білуім керек еді. Ал мен керісінше қартайған шақтарында бейнеттің зейнетін көрсетіп, балаларының, немерелерінің жанында алақанға салып аялап отыруым керек еді ғой. Мен соны түсінбеппін. Оқыпа. Мен қатты қателесіппін. Расымен де қолда барды алтынның қадірі жоқ екен. Қадірлерін білуім керек еді ғой. Біреуге естіп ақыл тоқтатса да ата-анасының көңілі табылмай жүр. Бір ана 10 баланы бақып қақса, сол 10 бала бір ананы баға алмай жүр. Кезінде мен оқуға грантқа түсіп тұрған жерімде оқи алмадым. Неге? Білесіңдер, ата-анам 2 бала оқысын деп мені тұрмысқа шығарды. Қазір мен диплом жоқ, мен тұрақты жұмысым да жоқ. Бірақ менде бір нәрсе бар. Ол ешқандай ақшаның құнымен өлшенбейді. Жүргізген қисық жолмен қатенеді. Өсірген, тәрбиелеген, мәпелеген. Мен үшін бәрінен де биік тұта үш ағарып әкемнен ана деген. Маған ештеңе керек емес. Шынар, сен не істеп қойдың? Ата-анаңдағы жақын адамдар өсіп қой. Ай, Шынар, ай. Мынау дұрыс болмады. Ата, апа, кешіріңіздерші. Апа, кешіріңіздерші, мені өтініңізші. Апа, кешіріңіздерші, мені өтініңізші. Мен қатты қателестім. Кешіріңіздерші, өтініңізші. Отырыңыздар. Кешіріңіздерші. Апа, әрқайсыстар орын біліп біз үшін, сендер үшін бар бақытымыз сендерсіңдер. Байлығымызды Қарттар үйінде сағындым ғой, Қарғабай. Біз де сағындық. Ата, мен өлең жаттадым. Ана, әке, сіздерге басымды иіп өтем. Аялаймын, қорғаймын, биік етем. Бұл жалғанда мен ешкім сүймесе де, ана сені мәңгілік сүйіп өтем. Өзіңсің әке, бары мені қолдаушы. Амандықты, ізгілікті жолдаушы. Сенсің ана сәтсізде қалғаным, сенсің әке, жана жүріп қорғаушы. Сені жаурағанда тоңғанда, сені жаурағында қуанғанда толғағанда. Өлгенше разы қылшы әкеңді, Алла разы, анаң разы болғанда.
Апаңмен атаң ортаға келіп, сендер маңдайыңнан иіскеп қарық болып отырмыз. Рахмет, қарғаларым, рахмет. Алақай, Аяз ата менің айтқанымды орындапты. Аяз ата, саған мың алғыс. Ұмытып кетіппін ғой. Бүгін жаңа жыл екен ғой. Мен дастархан дайындап берейін, я? Оңасын, ажар, жүрдер. Ұмытып кетіппін ғой. Жаңалықтарыңызбен барлықтарыңыз келдіңіздер алғыстар. Шаттық, береке болсын. Қандай керемет, жаңадан келген қоян жылы жеңілдігімен, молшылығымен, аманшылығымен келсін. Ата, әже, мен сіздерге өлең дайындап қойдым. Айтып берсем бола ма? Ал, айтамай. Әже, еркелейін сізге, қаз көктем жас көзде жүр жанымызда. Ата, еркелейін сізге, қаз көктем жас көзде жүр жанымызда. Әже, сүйемін мен ата әжемді, екеуінің өзімін. Ата маған бата берді, әжем берді жүзігін. Сүйемін мен ата әжемді, екеуінің өзімін. Ата маған бата берді, әжем берді жүзігін. Ата маған бата берді, әжем берді жүзігін. Қалайсыздар? Біз сіздермен бірге жаңа жыл тойлаған емеспіз бе? Қош келдіңіздер. Ал енді бәріміз жиналып қалыппыз. Қалдарыңыз қалай? Көмші қалайсыздар? Ой, көп елбасыр, қалдарыңыз қалай? Жүрегіңізде түтінші қалды. Бүгін үйде көрінбедіңіздер ғой? Ата, әже бүгін үйде болмадыңыздар ғой? Что-то қалай жоқсыздар? Тракторыңыз тұрып қойып қарап тұрмын. Бір жақта болдыңыз ба, қайда болдыңыздар? Жоқ, не ата, папам мен маманы неге Көктөбеге апарып қыдырып келген ғой. Бүгін қыдырып қайта жақсы болды. Көктемер үйден шықпай, Мамам өтірік айтады. Ерғазы ағай білесіз бе? Шынар датчик қарттар үйіне апарып тастады апа мен атаны. Маған енді апа жаттайды деген осы ғой. Негізі дұрыс айтады. Негізі ата, есіңізде ма? Біз ауылда енді көшіп келген кезде шарбақтың үстіне отырып екеуміз әңгіме айтатын едік қой. Кейін менің екі ұлым бір қызым үйленеді, аяққа тұрады, ұлды ұяға қызды қияға қондырып. Алмазымның келіншегі аяғымызға жылы суымызды, таңертең тәтті шайымызды қойып отырады деп армандайтын едім ғой, есіңізде ма? Сол арманыңызбен жетіп жатырсыз ғой ата. Қандай тамаша, мінекей Көктөбеге апарып жатыр. Кеше тойларыңыз дүркірет жасап беріп жатыр. Шынар айталайын, қайда Көктөбеге бардыңдар ма? Не ғой?
негізі мен көп нәрсені білем ата. Бірақ ешкімге тіс жарып айтқан жоқпын, арамызда қалсын. Бірақ шынар ғой, сен бағана үйден ашуланып жүгіріп шығып, ата мен апаға қарттар үйіне барған кезде алдыңнан жаңа қайдан Нұрай шығып самолетқа кетті деп айтты ма? Айтты, сен үлгердің бе самолетке? Қаяқтан үлгересің оны? Америкаға емес өзіміздің ауылға. Ата мен апам мен алып кеттім ғой. Нұрайға мен ғой айтып жүрген Америкаға алып кетті деп. Негіз көптен бері біліп жүріп осы күн негіз сынақ болды сендерге бар ғой. Енді ата әжелеріңнің қадірін түсініңдер. Енді ешқашан бұлай жасамаңдар. Жарай ма? Ешқандай да баланың бұл қиянатқа, аманатқа қиянат жасаушы болмаңдар. Сендерді бақты, қақты, өсірді, тәрбиеледі. Енді бұл ұят болады. Қайта мен бұны ешкімге айтқан жоқ. Өзіміздің арамызда қалды, көктөбеге бардық деп жүре беріңдер. Жарай ма? Ондай болса, ата-апамызға тілектен жаудыртайық. Кім тілек айтысы келді? Үйдің үлкен ретінде өзім тілек бастайын. Мына жаңа келген жаңа жылыңыз барлығымызға аманшылық, молшылық, бақыт, береке, қуаныш, осындай ынтымақтастықпен жылы бір үйде кәдімгідей төрт көзіміз түгел болғанға не жетсін? Осы жаңа жылдан жаңа жылға жете берейік. Аумин. Жаңа жыл. Тұратында жаңа жылың бар болсын. Жаңа жыл деген бұл қазақтың мейрамы емес қой. Біздің қазақтың мейрамы ол 22 наурыз. Ал 31 желтоқсандағы жаңа жылды осылай бәріміз бір-бірімізден бас қосып, бір сыйлықтар сыйлап, бір-бірімізге тілегімізді айтайық. Әйтеуір жаңа жыл жаңа табыс әкелсін деп қана тойлауымыз керек. Жаңа кім құсап ішіп тойлауға болмайды жаңа жылда. 22 наурызда тойлау керек жаңа жылда. Түсінікті ма? Жақсы. Сау болды. Мен сендерге айта берем. Тоқта бер. Ай балам. Тоқта берге. Мұна енді дастархан үстіне қапсы, оны дастарханға қылат түседі. Бастан үйден екенбіз баталып қояйық дегендей ғой. Беталбат кетуге болмайды қарағым. Мұна дастарханға бата беріп Аумин бата. Дастарханың бай болсын, қазан ошағың май болсын, төртілігің сай болсын, құлың жағың тай болсын. Құлың ұяға қонсын, берген алла танбасын, көбейе берсін, мал басын, өсе берсін, жан басын. Халқының көңілі қалмасын, қасықтыға оңбасын, жаратқан ел жар болсын. Алланың рақымы пайғамбардың шапағат дейсін, тыныштық заман болсын. Осы барлық бала-шағаларымыз заман болсын. Рахмет ата. Тілектеріңіз болса жалғастыра беріңіз. Мен Сәкеннің үйіне барайын. Күнде әйел мұра ма бірдеңе? Жақсы. Қой олай болса мен айтайын. Жаңа жылға жете берейік. Жастарымыз жүз жасасын, аман болыңыздар. Әрқашан айтқан тілектеріңіз орындала берсін. Ой, рахмет балам, жасыңыз ақ болсын. Осы қызымнан жақсылық келді. Ата апа, мені енді кешірерсіздер, қателік болды, білмеймін. Енді біз Дубайға барайын деп жатқан билетті ауыстырып, осы қателігімді түсініп, сіздерге Меккеге билет алдық. Кешіріңіз. Мама, кешіріңізші. Бүгін сізге артық сөздер айтып қойдық. Иә, мама, рас істеді. Бағана қатты айтып қойдық, кешіріңізші, енді қайта алмайды. Егер қарай алмасаңдар айтпадыңдар ма? Бірақ бөлмелі квартираның орын табылатын еді ғой. Соншама не болды қарттар үйіне жіберіп? Айтпайсыңдар ма? Өзіме қарайтын едім ғой. Тоқтай тұр. Бағана сендер айтып жатсыңдар ғой. Менде коттедж де бар, көлік те бар. Оның барлығы бастығын тікеді. Оның барлығы менде уақытша болған. Қазір мен жұмыстан қысқартылып кеттім. Бірақ ата-апа еш уайымдамаңыздар, мен пәтер тауып қойдым. Ешкім ешқайда кетпейді, енді барлығы менің үйімде тұрады. Ешкім ешқайда кетпейтін болсын. Бәріміз бір үйде тұратын боламыз. Жоқ, әкем мен анам мен кенжесі болғаннан кейін менің үйімде тұратын болады. Бәріміз бір үйде тұрамыз. Қарындасым барлығың біздің үйде тұратын болсын. Бұдан артық қуаныш жоқ шығар, мен бақыттымын. Ата-анам бар, бауырларым бар, балаларым да бар. Міне ағайын,
осы шығар бір үйдің баласындай. Мен бақыттымын. Аман болыңыздар. Рахмет сіздерге. Dolaşan şarkım olsun, birlikte ortak olsun. Jedeleydim özledi ağlar, derimiz bir babasından. Oğuz'da sultanlar, Jojimız sonladı ağlar, derimiz bir babasından. Oğuz'da sultanlar, Jojimız sonladı ağlar, derimiz bir babasından. Müdürümüzü saklar, Jojimız sonladı ağlar, derimiz bir, derimiz bir ağlar gelir. Böyle bir kutluğunda herkes olsun tek alta. Yedim bakıttım ki boşan şarkım olsun, böyle bir ortak olsun. Jedeleydim özledim ağlar, derimiz bir babasından. Oğuz'dan sultanlar, Jojimız sonladı ağlar, derimiz bir babasından. Müdürümüzü saklar, Jojimız sonladı ağlar, derimiz bir, derimiz bir ağlar gelir, ağlar gelir. Dolaşan şarkım olsun, birlikte ortak olsun. Jedeleydim özledi ağlar, derimiz bir, babasından. Oğuz'dan sultanlar, Jojimız sonladı ağlar, derimiz bir babasından. Müdürümüzü saklar, Jojimız sonladı ağlar, derimiz bir, derimiz bir ağlar gelir. Şаттықта, есендікте, саулықта өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлыққа. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлыққа. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлыққа. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлыққа. Бақытта, шаттықта, өтсін өмір жылдарымыз, бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлыққа. Өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлыққа. Ал қайырлы кеш, құрметті саздар, ата-аналар және кеш қонақтары. 5-10 минут
тыныш сақтап отыра тұрсаңыздар, сіздер үшін дайындалдық, сіздер үшін барлығы. Енді рұқсат болса, мен осы жерге дәл қазір біздің Обрай оқу орталығының директоры Жанар Аманжолованы шақырсам. Бүгін бізде тарихи күн деп айтамын, өйткені бізде Ерғазыдан әрдайым күтеміз. Білесіздер, бір біздің спектакліміз болды, үлкен тақырыпқа өзекті мәселені көтеріп жатыр. Бүгін де көптен күткен керемет спектакль болды. Барлық ойынан шықты деп ойлаймын, барлықтарыңыз ұнады деп ойлаймын. Біріншіден, осы жерде сіздерге көп рахмет. Бұл жерде балалар күндіз түні сабақтан кейін репетицияға келеді, ағайларымен бірге бір кішкентай ұжым болды. Осы жерде мұныңды айтады, қанша нәрсе үйреніп жатыр. Сондықтан бірінші үлкен рахмет айтамын ұстаздарына, Ерғазы ағайға. Үлкен алғыс. Балалардың еңбекте жана берсін, биіктен көріне берсін. Конкурстан конкурс, әрдайым қандай іс-шара болса да осы мәдениет үйінде біздің барлық өнерімізді көрсететін осы балалар, мақтаныштарымыз. Балаларға тек қана үлкен жаңағы шығармашылық табыс тілеймін. Бұдан ары қарай биіктен көріне берсін. Университетте, колледжде, қай жерде жүрсе де біздің атымызды шығарып, ауылымыздың атын жан-жақты жерге естіртіп, осы жақтан шыққанбыз деген атаққа бізде ие болатын шығармыз деймін. Біздің балалардың жұлдыздар деп айтамыз. Біздің республика және халықаралық енді келешектегі біздің осы жұлдыздарымыз. Балалар жылы болғаннан кейін үмітіміз барлығы осы балаларда. Ертеңіміз осы балалар. Сондықтан барлықтарыңызға үлкен рахмет. Бүгін біздің апа рөлінде ойнаған сізге керемет. Аяқ астынан апамыз актриса болып кетті. Біз атайын сізді бата деп айтамыз. Үлкен жүрген жеріңізде батаны беріп тұрасыз. Үлкен рахмет сізге. Бүгін мінекей біздің әжелеріміз қатарларымызға қосылып, мүмкін келешекте мына жақта біздің ауылдан керемет тағы да бір спектакль шығайын деп тұрған сияқты ғой. Сондықтан келгендеріңізге көп рахмет. Бірге тамашаладық. Балалардың барлықтарына алғыс білдіреміз. Кішкентай біздің неміз бар еді. Алғыс хаттарымыз бар еді. Балаларға жас табыстаймыз. Енді келесі сөз тізгіні менің ұстазым, осындай сахнаның қыр-сырын үйреткен Қаскелең мәдениет колледжінің ұстазы, Темірен театрының директоры Сержан Елікбай ағайымызды ұстазымыз шақырайық. Басқа жұмысымыздың барлығын қалдырып келіп жатқаныңызға ерекше алғыс білдіремін. Бәрекелді қадірлі ағайындар, бүгін балаларды қолдап осында келгендеріңізге баршаларыңызға мың алғыс. Талаптыға нұр бар дейді, талаптанып осы балалардың бәрін еңбектеніп сахнаға алып шығып, сахнаға үйрету, оның үстіне мұндай ауыр қойылымдарға балаларды салу және балалардың оны жүрегімен сезініп, осында тіпті көз жастарына да ерік беру, ол енді керемет дүние. Біз енді бұл ортаға сынайтайық, мінейік, не болмаса мұхалтайық деп келген жоқпыз, қолдайық деп келдік. Ерғазы өзімнің шәкіртім, менің жолымды қуып жүрген шәкірттерімнің бірі. Ерғазы, жарайсың, алар биігің, шығар биігің көп болсын. Балалардың арасынан көріп жатырмыз, ертеңгі болашағынан үлкен үміт күттіретін қазақтың маңдайында жұлдыз болып жанатын шоқтығы биік ол қыздардың бар екеніне қарап өзіміз риза болып тұрмыз. Ары қарай алға шаба беріңдер, дами беріңдер. Енді басқа әңгімені Ерғазымен өзімізден бөліп отырып сөйлесеміз. Рахмет басқаларыңызға. Ал енді келесі кезекте біздің осы ұжымымыздың, тобымыздың ішіндегі сценарист қызымыз бар. Ажар қызымызды ортаға шақырайық. Менің көмекшім второй режиссер Шынардан кейін тек қойып. Өзінің айтары бар екен. Бүгін менің осы апамның туған күні, қарттар туралы ойып жатырмыз. Сол себептен апамды туған күнмен құттықтасам деп. Өзімнің апама арнап шығарған өлең бар еді.
оқып берейін. Ақ тілектер жауған сізге бұл күнде, ерекше күн апа бүгін бізге де. Құтты болсын келіп жеткен туған күн, 75 жас әкелсін бақ сізге де. Немереңнен қабыл алшы тілекті, өзім үшін сізге жан тергелмепті. Берсін алғым 100 жыл сізге ғұмырды, сіз туған күн бәрімізге мерейлі. Сәулесіндей күннің бір жымиғаны, маңдайыңнан сүйгені жанаттағы. Немерем де бел жүріп құшақтаса, мейірлене көздері жанаттағы. Тілеріміз сізге бақыт денсаулық, арамыздан ажырамай жан сауғып, немере шөберенің қызығымен бізбен бірге жүрсеңіз, шуақ шаш. Апа, сақта төрден шықсаңызшы. Сізді қазір. Ал енді балапандарым мен сол өзіне балапандарым бәрілеріне көп рахмет. Ажарыма ерекше мені осындай құрметтеп көпке шығарып қойды. Рахмет, тараптарыңа нұр жаусын. Uzandır kön, büyük taksalardan, büyük tördüm tördülerim, berlerini yaman ülkelere kanlı sağlıklar. Ben arzumuz mutlu olsun, derekleri olsun, arzusu olsun. Koyan ve taksalar var mı görüyorum. Ал енді біздің бүгінгі оқушыларымызды, сонан соң ата-аналарымызды алғыс хатпен марапаттаймыз. Енді бірінші болып құрметті Әлібек Нұрай Обрайын оқу орталығының сахна тілі үйірмесіне белсенді қатысып, бір үйдің баласындай атты қойылымда ерекше көзге түскені үшін үздік әйел бейнесі номинациясымен марапатталады. Дәл осы мәтінде Жеңісбек Балнұр үздік келін бейнесі номинациясымен марапатталады. Амангелді Әлихан ақылды жігіт номинациясымен марапатталады. Кенжебай Диас өнерлі жігіт номинациясымен марапатталады. Дәл осы мәтінде Дидар қызы Айзере ерке қыз номинациясымен марапатталады. Осы мәтінде Қабдығали Аймен сүйкімді қыз номинациясымен марапатталады. Және Болатова Нұрай үздік актриса. Жарылқап Алмас үздік актер. Баяхметова Аружан үздік актриса. Нұрлан Адина сүйкімді қыз. Сайлаубай Аяжан ақылды қыз. Мырзабаев Нұргүлеу өнерпаз жігіт. Және Нұрлан Мағжан үздік монолог. Хакен Ажар үздік сценарист. Сайлаубай Кеулімжай үздік өнерпаз, чемпион. Омарова Даяна еңбекқор қыз номинациясымен. Және Нұрқасым Азамат ең үздік әнші номинациясымен. Шынар Мақұлбек Шынар
Оскар. Және бізде 28 күні концертіміз бар. Барлығы үйірмелердің осы жерде марапаттауымыз болады. Сол сәтте біздің осындай үздік актриса, актерларымызға Жанарман жолының атынан ақшалай сертификат сыйлықтарымыз болады. Ерекше марапаттаймыз. Сондықтан қонақ болыңыздар 28-не кешкі сағат 6-да қорытынды концерт болады. Общий бишілермен, әншілермен, біздің домбырашылар да болады сол жерде. Біздің үздік актер мен актрисаларды сол жерде марапаттаймыз. Танцы на улице, на рассвете, в кармане жвачка. Ты узешь аппетитно. Енді келесі кезекте ата-аналарға алғыс хатымыз бар. Ата-аналар дайын тұрыңыздар. Егер кімнің аты аталмай қалды, ол кісілерге алғыс хатымыз дайын, жазып үлгермедік. Толыбаева Нұргүл, сізді өнерлі ұлыңыз тәрбиелеп, Обырайым шығармашылық дамыту орталығының жұмысына дем беріп, жас таланттарды халыққа таныту ісіне үлес қосқаныңыз үшін зор алғыс білдіреміз. Теңізбаева Айнагүл ханым, сізге өнерлі өнегелі ұлыңыз тәрбиелеп, Обырайым шығармашылық дамыту орталығының жұмысына дем беріп, жас таланттарды халыққа таныту ісіне үлес қосқаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сайлаубай Келім Жайдың анасы. Аяшаның анасы. Келесі кезекте Ибраев Самат мырза осы мәтінде алғыс хатпен марапатталады. Дәл осы мәтінде Ошақбаева Райхан анамыз марапатталады. Омарова Күлшара анамыз марапатталады. Рысқайша анамыз марапатталады. Қадырова Жақсыгүл анамыз марапатталады. Зейнебай анамыз марапатталады. Осы мәрте Сиенбаева Назгүл анамыз марапатталады. Осы мәрте Болатова Жадыра анамыз марапатталады. Осы мәтінде Әбдүлмәжидова Алтынай анамыз марапатталады. Осы мәтінде Қожахмет Айдана марапатталады. Сәлемғазы Айдын.
Абилова Айгүл Жегенқызы марапатталды. Шабытова Асел. Тілепбергенова Мейлібек анамыз марапатталды. Алғыс хаттарыңыздар кешігуге байланысты құрмет атырсыз 500 күн қараңыздар. Алғыс хаттарыңызды қазір жазып береміз, кімге жазып бермедік айтарсыздар. Рахмет. Ал енді келесі соңғы өзіңіз қорытындылап батаңызды беріп, концертімізді аяқтайық, содан ары сөз кесетін боламыз. Ал енді сұрақсызды атаулар, бүгін мына біздің жасқа келдің қуанышына келіп, міне ортақ болып отырсыздар. Қуанышқа ортақ болып осы айналайын, осы жастарымыз аман болсын. Әр уақытта біздің атымызды да барлығында шығаратын осылар. Әр уақытта осылардың жасы ұзақ болып, ақ жол берсін. Алланың рахмы пайғамбардың шапағат дейсін. Әр уақытта жолдары болсын. Аңсаған армандарына жетсін. Әр уақытта оқуды бітіріп бастық болып халқының қамын ойласын. Әкімдер сияқты халқының қамын ойламасын, халқының қамын ойласын. Сондай азамат болып өссін. Әмин, Аллаху акбар. Әмин, рахмет. Енді 2 күн бұрында концерт берген болатын, сол концертке атамыздың сыйлығын сыйлап, өзіне домбырашы болғандықтан домбыра сыйға тартқан болатынбыз. Сыйлығыңыз құтты болсын, апа гүліңіз құтты болсын, аман болыңыздар апа. Сіздерге сыйлықтарыңыз дайын. Бүгін Шымалған ауылында Қарасай мәдениет саласынан бүгін марапаттаған біздің мұғалімдерді. Ерғазы бүгін қол семей бара алмады, оның 28-іне табыстаймыз тос белгісін, грамотасын бәрін сол кезде табыстаймыз. Бүгін өлгер алмады. Енді біз оны сосын 28-іне балалармен бірге бәрін марапаттап шығамыз. Бізге қолдау көрсеткендеріңіз үшін енді келесі тағы да жақсы дайындықпен жақсы қойылымдар қоюға тырысамыз. Біз шынымызды айтсақ, бұл қойылымға 1 ай сценарий жаздық, 1 ай дайындалдық. 2 айдың ішінде шығардыңыз. Келесі қойылымды 6-7 ай уақыт дайындалып, үлкен дайындықпен мықты түрде жасап шығаруға уәде береміз. Естелікті сүріп кетсейді. Атамыз бар, апамыз бар, оқушыларымыз бар, барлығымыз жиналып мына жерге